әріптестер, мен Тараз қаласы Қаратай Тұрсынов атындағы нөмір 53-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Дәулетова Шынар Рысбайқызы. Менің сіздерге бүгін көрсететін сабағым 5-ші сыныпта қазақ тілі мен әдебиет пәнінен Марат Қабанбайдың «Бауыр» әңгімесі. Осы сабақ барысында орындалатын оқу мақсаттары: әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, кейіпкерлердің іс-әрекеті мен портреті арқылы образын ашу. Оқу мақсаттары орындалу барысында барлық оқушы сабақтың тақырыбын түсінеді. Оқушылардың көпшілігі әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайды. Кейбір оқушылар шығармадағы кейіпкердің портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашады. Сабақ кезеңдері 3 кезеңнен тұрады. Сабақ басы, ортасы және соңы. Сабақ басы ұйымдастыру кезеңінен басталады. Ұйымдастыру кезеңінде оқушыларды түгендеу, топқа бөлу және үй тапсырмасын орындау. Үй тапсырмасын орындау барысында оқушылардың қызығушылығын ояту мақсатында ой шақыру стратегиясы қолданылады. Ой шақыру стратегиясында сынып бойынша сұрақтар қойылады. Бұл жұмыс сынып бойынша орындалатын тапсырмалар. Сабақтың басы қызығушылықты ояту сатысынан басталады. Оқушыларға үй тапсырмасын сұрау барысында ой шақыру стратегиясы қолданды. Бұл ой шақыру стратегиясында сынып бойынша жұмыс тапсырылды. Сынып бойынша берілген сұрақтарға жауап береді. Ой шақыру стратегиясы берілген сұрақтар: бірінші сұрақ: балалар үйінің директоры Манатты қалай қарсы алды? Балалар үйіндегі тәрбие жұмысы қалай ұйымдастырылған? Қалидің тәлім-тәрбиесі қандай? Ол немен әуестенеді? Көптен көріспеген ағалы інілі екеуінің кездесуі сендерге қалай әсер етті? Кездесулерінің салқындығының сыры неде? Манат ел жайында әкесінің қазасы туралы айтқанда Қали неге жайбарақат қабылдады? Қалидің мінез-құлқы, іс-әрекеттері, арман-қиялдары қандай? Ағалы інілі екеуінің түбінде түсінісетініне сенесіңдер ме? Міне осы сұрақтар арқылы оқушылар жауап береді. Әр тапсырма барысында оқушыларға бағалау критерийі мен дескрипторлар таратылады. Бағалау критерийі сұрақтарға жауап береді. Дескриптор сұрақтарға толық әрі нақты жауап береді. Шығарма желісімен байланыстыра алады. Келесі тапсырма ол сабақтың ортасы. Сабақтың ортасында оқушыларды жаңа сабаққа шақыру мақсатында мағынаны тану сатысы қолданылды. Мағынаны ажырату сатысында оқушыларға берілген тапсырма: бауыр, жетімдер үйі, отбасы сөздеріне топтастыру жасайды. Бұл әдіс-тәсілді берудегі мақсатым оқушыларды жаңа сабаққа ынталандыру, жаңа сабақтың тақырыбын ашу болды. Бұл тапсырмаға да бағалау критериялары ұсынылды. Бағалау критерийі: берілген сөздерге топтастыру жасайды. Дескриптор сөздердің мағынасын аша біледі, топтастыру жасай алады. Осы жұмыстар арқылы оқушылар әдеби шығарманың тақырыбын идеясын ашуға негізделеді. Екінші тапсырма. Екінші тапсырма қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. Қалыптастырушы бағалау тапсырмасының оқу мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Осы идеяны анықтай отырып, оқушылар Попс формуласын қолданады. Попс формуласында бірінші сөйлем: менің ойымша шығармадағы басты идея. Екінші сөйлем: себебі мен оны былай түсіндіремін. Үшінші сөйлем: оны мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем: осыған байланысты мен шығарманың тақырыбы мынадай деген шешімге келдім. Міне осы Попс формуласы арқылы оқушылар шығарманың тақырыбы мен идеясын ашады. Бұл тапсырмаға да бағалау критерийі, дескрипторлар ұсынылған.
Осы дескрипторлар арқылы оқушылар бағаланып отырады. Әр тапсырма орындап болғаннан кейін оқушылар бағаланады. Келесі тапсырмамыз оқу мақсатын жүзеге асыру мақсатында алынған мақсат кейіпкерлердің іс-әрекеті мен портреті арқылы образын ашу. Осы образын ашу барысында сырласу сәті стратегиясы қолданылады. Бұл әдіс-тәсілде шығармадан үзінді беріледі. Сол шығарманың үзіндісі арқылы кейіпкердің іс-әрекеті анықталады. Сонымен қатар әр оқушы өз ойын кестеге толтырады. Сабақ барысында қолданылған әдіс-тәсілдердің бірі графикалық органайзерлер. Осы кестені қолдана отырып, оқушы шығармадағы кейіпкерлердің портреті мен іс-әрекетін анықтай отырып, образын аша білді. Бұл тапсырманы орындау барысында да оқушыларға дескрипторлар ұсынылды. Бұл жеке жұмыс. Жеке жұмыс болғандықтан, от шашу әдісі арқылы оқушылар бір-бірін бағалады. Сабақты қорытындылау барысында топтық жұмыс алынды. Топтық жұмысты жүзеге асыру мақсатында ақылдың 6 қалпағы әдісі қолданылды. Бұл әдіс арқылы шығарманың тақырыбын идеясын анықтай отырып, шығармадағы кейіпкерлердің портреті мен іс-әрекетін аша отырып, қорытынды жасайды. Ақ қалпақ тақырып туралы түсінік береді. Сары қалпақ қаридың іс-әрекеттерін қолдайды. Қызыл қалпақ монархтың іс-әрекетін, өз эмоциясын жеткізеді. Қара қалпақ қаридың іс-әрекетінің жағымсыз жақтарын айтады. Жасыл қалпақ жетімдер үйін жауып тастау жолдарын ұсынады. Көк қалпақ шолу жасайды, шығарманы өмірмен байланыстырып, қорытынды жасайды. Бұл тапсырма беру барысында да оқушыларға бағалау критериялары дескриптор ұсынылды. Осы дескрипторлармен, яғни бағалау критерия арқылы, бас бармақ әдісі арқылы оқушылар бағаланды. Бұл тапсырма топтық жұмыс. Осы жұмыс арқылы оқушылар бүгінгі өтілген сабақ бойынша қорытынды жасап, бір шешімге келеді. Сабақтың келесі кезеңі сабақтың соңы. Сабақтың соңында оқушыларға кері байланыс таратылады. Кері байланыс 3Q әдісі арқылы жүзеге асады. Маған қиын, маған қызықты, маған қажет. Осы 3 сөйлем арқылы кері байланыс жасалады. Және сонымен қатар сабаққа қорытынды шығады. Кері байланыс алып болғаннан кейін оқушыларға үй тапсырмасы беріледі. Үй тапсырмасы шығармадағы Қалидың портретін жатқа айтты. Мен сабағымда оқушыларға қаншалықты қолдау көрсете білдім. Топтастыру әдісі арқылы оқушылардың жаңа сабаққа енуі, жаңа сабақта меңгеруі, жаңа сабақта ашуында осы тәсілді қолданды. Сонымен қатар, кейіпкерлердің іс-әрекеті мен портреті арқылы образын ашуда сырласу сәті стратегиясы қолданды. Бұл сырласу сәті стратегиясы графикалық органайзер ретінде ұсынылды. Және де әр тапсырма формативті бағалау жүзеге асты. Бағдаршам әдісі, ауызша бағалау, от шашу әдісі, бас бармақ әдісі. Осы әдіс-тәсілдер арқылы оқу мақсаты жүзеге асты. Оқушылар бүгінгі сабақ бойынша тақырыпты меңгерді. Тыңдағандарыңызға рахмет.